Бисмилля, альхамдулилля. Құрметті Теміртау конфес парақшаларының оқырмандары және Теміртау қаласының тұрғындары, жастары және осы парақшаны әрдайым қарап бақылап отыратын құрметті көрермендер. Менің есімім Мадияр Мейіржанұлы болады. Республикалық ақпараттық насихаттау тобының теологы болып қызмет атқарамын. Дін істер басқармасы, дін істер комитетінде. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы қоғамда теріс ағымның зардаптары. Өздеріңізге белгілі, қоғамда қазір діннің атынан жасалып жатқан әрекеттер өте көп. Бұрынғы кезде адамдар дінге басқа көзқараспен қарайтын, қазір кезде адамдар дінге басқа көзқараспен қарап жатқанын барлығымыз қоғамда біліп жатырмыз. Біреулер болса дінді қорғап жатады, біреулер болса дінді даттап жатады. Бұл мәселе қайдан шығып жатыр? Өздеріңіз білесіздер, біз егемендік алғаннан кейін көп халық мұсылман болғаннан кейін мешіттер салына бастады, медреселер салына бастады. Шетелге діни оқу, білім алуға көптеген жастар шетел асып кете барды. Және тәуелсіздік алғаннан кейін бізде миссионерлар келіп, өзінің миссионерлық жұмыстарын жалғастыра бастады. 74 жыл, 80 жыл өз дінімізден айырылып қалған ұлтымыз өзінің дінін жаңғырта бастады. Осы сәтте өкінішке орай теріс ағымдарда кіріп, өз жұмысын жасай бастады. Жастарымыз шетелге оқып, 10-15 жыл оқып кеткеннен кейін, 2000 жылы, 2005 жылы қайтып келгеннен кейін өздерінің діни уағыз насихаттарын жүргізе бастады. Айтқым келіп отырғаны, неге қоғамда қазір діннің атын айтса шошитын болды, неге қоғамда дінді жамылып олқылықтар болып жатқанын біз көріп жатырмыз. Бұның мәселесі неде? Бұрынғы кезде өздеріңіз білесіздер, намаз оқыған, ораза ұстаған адам, тіпті алысқа бармай, осыдан бір 20 жыл бұрын, 15 жыл бұрын намаз оқып, ораза ұстаған адамдар дұрыс қарайтын, яғни сеніммен қарайтын. Өкінішке орай қазір діннің атын жамылып, мешітке барса да, орамал тағып жүрсе де, қандай да бір дұрыс емес олқылықтың айналасында жүріп жатқанын біз біліп, көріп жатырмыз әлеуметтік желі арқылы. Ең сорақысы, көптеген дүниелерді байқап, мынау әлеуметтік желілерде сол ақпараттарды көріп жатамыз. Соңғы ақпараттардың бірі, мысалы, 3-4 баланы ұрып, калима шахадат, яғни ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулулла деп айтқан ата-ананы көріп жатырмыз. Осы Қарағанды облысында 15 жастағы шектей кәмелетке толмаған қыз баланы өзін еркінен тыс тұрмысқа беріп жатқан, оны да көріп жатырмыз. Осы сияқты дүниелерді қайдан шығып жатыр? Бұл жалпы дінде бар ма? Жалпы халық осыны көріп, діннен шошып қорқып жатқанын байқаймыз. Жалпы бұл дінде бұл дүниелер жоқ. Діннің қас дұшпандары және діни ағымдардың істеп жатқан жекеше өздерінің пікірлері екенін біз ұмытпауымыз керек. Осындай жаға ұстататын жайлар діннің атынан жасалып жатқаннан кейін, әлбетте халық бұны дін екен деп қабылдап, өздерінің және өздерінің балаларын осы дүниелерден сақтап жатқаны бар. Өздеріңіз білесіздер, бізде 2011-2015 осы біз дінді дұрыс дүниені насихаттамайды, ол ұлттық дәстүрді қолдамайды, ол домбыраны қолдамайды деген сияқты алып қашпа әңгімелерді әлеуметтік желіден қарап жатамыз. Жалпы әлеуметтік желіде дін туралы
насихат айтатын адамдар өте көп, және оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін біз білмей жатамыз. Жалпы дін деген дүние ұлттық құндылыққа, ұлттық мүддеге, ұлттық мұраға, салтымызға, дәстүрімізге, ұлтымызға ешқандай бір қайшылығы жоқ десек болады. Неге десеңіздер, домбыра деген дүниені алатын болсақ, ол деген зат қазақтың рухы, ол деген қазақтың рухани емшісі. Домбыра арқылы көптеген екі елдің арасында түсініспеген жайттарды түсіндіретін болған, домбыра арқылы ел шетіне жау келгенде елге рух беретін болған, домбыра арқылы қазақтың қайғысын домбыра емдейтін болған деген сияқты дүниелер бізде бар. Және бұл домбыра қазақтың аспабы, салт дәстүрі, ешқашан дін бұл дүниелерге тыйым салмағанын біз білуіміз керек. Осы сияқты заттар өте көп. Сондықтан жалпы әлеуметтік желіде көптеген діни ақпараттарды, тексерілмеген ақпараттарды қарап, және оны дін екен деп айтуға болмайды. Сондықтан құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, дін дегеніміз ол салт дәстүрге, әдет ғұрыпқа, ұлтқа ешқашан қайшы болмайды. Ал егерде сіздің тыңдап жүрген дініңіз бір елдің мүддесіне, халқына, оның салт дәстүріне қарсы шығып жатса, ол дегеніміз бұл діннің яғни қандай да бір ағымы болып есептелетінін барлығымыз біліп жүруіміз керек.